17 сабақ. 17 сабақ бүгінгі 100 көлеміндегі сандарды разрядтан атап ауызша қосу және азайту дейді балалар. Мына жерде негізі бірінші екінші есеп түсінікті күнде не алып жүрген. Ал енді өрнектің мәнін өзіне тиімді тәсілмен тап дейді балалар. Мынаны шығара екенді. 68 қосу 4 үшінші есептен бастаймын. 68 қосу 4 болса 60 және 8 деп аламыз, 2 деп аламыз, е? Ондықтарын бөлік, бірліктерін бөлік қосамыз. 60 қосу 2 деп аламыз, оған қосамыз, 8 қосу 2 дейміз, бірліктерін қосамыз. Сол кезде 60-қа 2-ні қосақ 62, оған 10-ды қоссақ 72 шығады екен, е? Келесі 92, 92 деп аламыз, 5 2 деп аламыз. 7-ні. Сол кезде 90-дан аламыз 5-ті. Оған қосамыз, 90-ны 5-ті алған кезде 85 болады. 2-ден 2-ті алсақ 0 болады. Сол кезде 85 болады екен. Ал үшінші 72 ал 57 дейді. 72-ні 60, 12 деп аламыз. 57-ні 57 деп аламыз. 60-тан аламыз 50-ді. Оған қосамыз. Мына бірліктерін 12 алу 7 деп жазып аламыз. Сол кезде 60-тан 50-ді алсақ 10 болады. 12-ден 7-ні алсақ 5 болады. Сол кезде оған қосамыз 5-ті, 15 шығып тұр бұл жерде. Ал келесі 38 қосу 54 дейді. 38 деп аламыз, 54 деп аламыз. Сол кезде 30-ға қосамыз 50-ді, 8-ге қосамыз 4-ті. Тең 80 шығады. 30-ға 50-ді қоссақ 80, 8-ге 4-ті қоссақ 12 шығады екен. Сол кезде 80 қосу 12, 92 болады екен. Келесі балалар жаздың толықтырып және жауабын жаз дейді. Балалар мына жерде қараңыздар. Сіздерге анық болу үшін 54 қосу 9. Сол кезде мына 54 деп аламыз бұл жерде. Сол кезде 4 қосу 9. 4 қосу 9-ды бірінші жазып аламыз. Сол кезде 13 болады. 50-ге қосамыз 13-ті, 60 шығады екен. Мына жерде мына жерде жаздық. 56-ны 16 деп аламыз. Одан аламыз 9-ды. Сол кезде бірінші жақшаны үшін орындаймыз. 16 аламыз 9-ды. 7 шығады. Оған қосамыз 40-ты. 47 шығады екен. 48 қосу 26 дейді. Сол кезде 48 деп аламыз. 26 деп аламыз сол кезде. Сол кезде 40-қа 20-ны қосамыз. Сол кезде 60 шығады. 8-ден 6-ны қоссақ 14 шығады тең. Жауабы 74 болады екен. 72. Бұл жерде 60 12 деп жазамыз асты жағына. 24-ке 20 4 деп жазамыз. Сол кезде 60-дан алсақ 20-ны 40 болады. 12-ден аламыз 4-ті 8 болады. Сол кезде 48 болады екен жауабы. 5-ші есеп бұл жерде. Енді 5-ші есеп шығарамыз. 5-ші есеп барлығы мін балалар. Ата мен әжемнің 15 немересі бар. Олардың 7-еуі қалада, ал қалғандары ауылда тұрады. Ата мен әжемнің ауылда неше немересі бар дейді. Балалар қараңыздар мына жерде. Барлығы 15 екен, е? 15 екен. Қалада 7-еуі тұрады екен. Сол кезде ауылда нешеу тұрады? Сол кезде шешуі мұны бет жазамыз. 15-ті аламыз 7-ні. 7-ні. Сол кезде 8 шығады. А біз бұлай ұзартып жазып алдық. 15 деп жазылып, 5 2 деп жазып алдық негізі. 17-ден аламыз 7-ні. Сол кезде 8 шықты. Жауабы 8 немересі ауылда тұрады екен, е? Ауылда бар екен. Ал 6-шы тиімді амалдар танбасын. Тиісті амалдар танбасымен белгісіз сандарды тап дейді. Бұл жерде балалар 38-ден қосамыз 7-ні. 38-ге қосу 7 дейді. Қосып аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін 38 қосу 7. Осылай шығарып алдым. Осылай түсінікті болу үшін осылай шығардық. Әже 45 шығады. 38-ге қосамыз 7-ні. 45 шығады. Мына
7 45. 77-тен аламыз 45-ті. 32 шығады екен, иә? Ал мына жерге 36-тан аламыз 18-ді. Сол кезде 68 шықты. 68 қосамыз 0-ді. 68 шығады екен. Мына былай шығардым оны. Астындағы. Үстіп шығарса болады негізі. Қалай шығарғанын көрсетіп қойдым. 7-ші есеп. Есептеу тәсілдерін түсіндіре отырып шығар дейді. 86 қосу 8 дейді. Міне балалар. 86 қосу 8-ді 80-не 6 деп аламыз. И 5 3 деп аламыз. Сол кезде 80-ге қоссаң 5-ті. 85 шықты мына жерде. 85 шықты. Енді 6-ға 3 қоссақ 9 шықты. Сол кезде 94 шығады екен. 85-ке 9 қоссақ 94 шығады екен. Енді 56-ны 56 деп аламыз. 27-ні 27 деп аламыз. Сол кезде 50 қоссаң 20-ны 70 шығады екен. 6-ға 7-ні қоссақ 13 шығады екен. Сол кезде 70-ке қосамыз 13-ті. 83 шығып тұр жауабы. Ал 82 мен 6-ны 70 и 12 деп аламыз. И 6-ны 5 пен 1 деп аламыз. Сол кезде 70 аламыз 5-ті 65 шықты. 12-тен аламыз 1-ді 11 шықты. Жауабы 76 шығып тұр. Ал 94-тен аламыз 65-ті. Оны 80 и 14 деп аламыз. 65 деп аламыз. Сол кезде 80-ні аламыз 60-ті. 14-тен аламыз 5-ті. Сол кезде 80-ні алсақ 60-ті 20 қалады. 14-тен алсақ 5-ті 9 қалады. Тең 29 қалады екен. Балар, келесі. Ағам екеуміз ойыншық балықтар ауладық. Ағам 3 балықтан аулағанда мен 2 балықтан ауладым. Егер барлығы 15 балық болса, онда әрқайсысы неше балықтан аулады дейді. 8-ші есеп балар бар. Барлығы 15, ағам 3, мен 2 дейді. Сол кезде 2 деп тұр. Міне балар. 3 балықтан, мен 2 балықтан. Сол кезде міне бүйтіп жазамыз. Ағам 3 балықтан аулады дейді. 3-3-3-ті қоссақ 9 болады, иә? Мен 2 балықтан 3 рет ауладым дейді. 2. Бұл жерде 6 болып тұр. Сол кезде 9 қосу 6 тең 15. Жауабы ағам 9 балық, мен 6 балық ауладым дейді. Келесі, аулада 16 бала ойнап жүрді. 5 баладан басқалары үйлеріне кетті. Неше бала үйлеріне кетті дейді. Балалар, аулада 16 бала ойнап жүр. Қалғаны 5 бала кетті. Кеткен қанша дейді. Ауладағы қалғаны 5 бала кетті. Қанша бала кеткен? 16-тан аламыз 5-ті 11 шықты. Жауабы 11 бала үйіне кетті екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кезгенше сау болыңыздар.